құрметті балалар, 9 ақпан Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойы келе жатыр, иә? Соған арналған біз кітапханада ғасырдың ғаламат ақыны атты кітап көрмесін қойдық. Қане Айтуар, сен Мұқағали атамыздың қандай өлеңін білесің? Мен Мұқағали атамыздың Аш кетейін әнін білемін. Айта ғой. Бүгін менің туған күнім, өбәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап теріледім өзіме, санадым бір жарықта қойланай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алғатып тойдан шоғын өлемей. Құшақ бір шоқтан лақтыр, мынау шоқып, мынау лақтыр міндей. Мұның сұққа жұқпады ма әлденем, бекер өмір сүргенімді әлденем. Қалқым шеріп қайшы білем деп, қолымды өтемеке әлем. Айтамын деп қуанышым мұңды, тасқарынаға бұрдым бәрде жырымды. Мен бәрібір өзімнен бір болам, өжегінен кеппесен тап олымды. Тойланбасын естейін, той көрмей, сый көрмей өтейін. Қаламын деп берші маған бәйбіш, болашаққа аты жырғызып кетейін. О, жақсы. Қанетаны? Апай, менің де есіме Мұқағали атамыздың бір өлеңі есіме түсіпті. Айта ғой. Тағы да сына білгішін, кіріп ап менің жаныма, кірзеп тағы жүрмісін, бір жырым менің бір балам, мезгілсіз шала тумаған, мерзімі жеткен шағында, шыған деп сыртқа туылаған, мезгілсіз өлең тумайды, көңілсіз болса кім білсін, сыбызға десе қорайды, оны да сына білгішін, домалақ жердің үстінде, домалап бара жатырмын, мұхитқа сүңгіп үстінде, аспанға бір атылдым, айға ұшып бара жатырмын, мұны да сына ақылдым, әйтеуір мені қатырған, туған жұқтығыр ақыннан, сахарауына жерме, сағынан көйлек кигіздім, сандалып жүрген бүреге, саратаныммен бір көстім, жұлдызын ау аспанда, жерде тұрып ақ басқардым. Мамық етіп тастарды, дауынды басқа жастандым, жотама қала орнатып, бойыма симай жүр күшім, тұғыр ақынды сорлатып, оны да сына білгішім. Осылай өмір сүремін, осылай жүріп күн кешем, дүниенің мына жүрегін, ақыннан сұрайсыз білмесем. Ой, жақсы. Рахмет, балалар.